Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз осындай жұмсақ болып шығатын профитроллидің рецептімен бөлісетін боламыз. Бұл арнайы қайнатпалы крем мен қайнатпалы қамырдан жасалады. Бізге керек заттар: ұн, су, бөлме температурасындағы сары май, шым-шым тұз және 3 жұмыртқа. Ең алдымен кастрөлімізге суымызды құямыз. Одан соң оның үстіне шым-шым тұзымызды саламыз. Оны араластырамыз. Кейін осы бөлме температурасында тұрған сары майды саламыз. Кейін оның астын жай отқа қойып, осы сары майымызды ерітеміз. Біздің суымыз қатты қайнап кетпеу керек. Біздің сары майымыз еріді, енді оған еліктен барлық ұнымызды салуымыз керек. Сосын тез-тез араластырамыз. Міне бізде осындай қамыр шығады. Оны бірден газдан алмай 2-3 минут ұстауымыз керек. Кейін оны бөлек ыдысқа салып, суытатын боламыз. Міне суып болды, оны қолмен де тексерсеңіздер болады. Енді осы 3 жұмыртқамызды бір ыдысқа салып араластырып аламыз. Содан соң оны 2 немесе 3 бөлікке бөліп салып шығамыз. Мен 3 бөлікке бөліп салып шықтым. Басында сіздерде қамыр болып шықпай, жиналмай қалуы мүмкін, бірақ ол кейін пайда бола бастайды. Міне, осындай масса шығады. Енді оны кондитерлік қапқа саламыз. Мен осындай насатканы пайдаланамын. Сіздерде насатка болмаса, тек кондитерлік қаппен істей берулеріңізге болады. Міне, салып болдық. Енді оны пергамент қағазына құямыз. Салып болғаннан кейін оны қызып тұрған пеште 200 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Міне, осындай болып пісіп шығады. Өте әдемі, жеп-жеңіл, жұмсақ болады. Енді оның астын осындай шпажкалармен кішкентай қылып тесіп шығамыз. Енді оған қайнатпалы крем дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмсақ сары май, 2 жұмыртқа, жүгері крахмалы, қант және ыстық сүт керек болады. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқамызды саламыз. Одан соң оның үстіне қант, жүгері крахмалы немесе картоп крахмалында пайдалануға болады. Оны араластырамыз. Кейін ыстық сүтіміздің кішкене ғана бөлігін құйып, оны тез-тез араластырамыз. Қалған сүтіміздің үстіне осы массамызды құямыз. Оның астын жай отқа қойып араластырып отыруымыз керек. Кейін оның үстіне
сары майымызды саламыз. Оны 3-4 минут газда ұстауымыз керек. Біздің креміміз қою болғанша. Міне осындай болып қою болып шығады. Одан кейін оны бірден газдан алып, бөлек ыдысқа саламыз. Кейін оның бетін пленкамен орап, бөлме температурасында суытатын боламыз. Міне суыды, енді оны профитроліміздің ішіне салатын боламыз. Мен осындай жіңішке насадканы пайдаланамын. Сіздерде бар болса қолдана беріңіздер. Міне кондитерлік қаптың ішіне саламыз. Видеода көрсетілгендей, оның астынан кремімізді саламыз. Кейін оны тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып керек. Сосын осымен біздің профитроліміз дайын. Бұл шынымен де оп-оңай әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және біздің арнамызға тіркеліп, жаңа рецепттер күтіңіздер.